Саламатсыздар ма? Мен Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушысы Абдуллина Дариға Шайдуковна. Бүгін вагондар құрылымы пәнінен қос доңғалақтардың түрлері, белгіленуі және құрылысы, олардың негізгі өлшемдері тақырыбында қашықтықтан оқыту әдісін қолдана отырып сабақ жүргіземін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қос доңғалақтардың белгіленуімен, түрлерімен және құрылысымен танысу. Қос доңғалақтардың негізгі өлшемдерін білу, қос доңғалақтардың ерекшеліктерін ажырата білу. Сабақ барысында екі сұрақ қаралады. Бірінші сұрағымыз қос доңғалақтардың белгіленуі, түрлері және құрылысы, олардың негізгі өлшемдері. Екінші сұрағымыз біліктің түрлері және құрылысы. Қос доңғалақ вагонның жүру бөлігінің ең жауапты бөлігінің бірі болып саналады. Яғни алдарыңызда көріп тұрғандарыңызда, яғни вагонның 5 бөлігі болса, соның негізгі бөлігінің бірі осы жүру бөлігі. Осы жүру бөлігінің негізгі бөлігінің бірі осы қос доңғалақ. Олар вагонның қозғалысын рельс бойымен бағыттау қызметін атқарады. Сонымен қатар пойыздардың қауіпсіз қозғалысы осы қос доңғалақтың сапасына байланысты. Сол себептен вагондардың қос доңғалақтарының дайындау түрлерін, негізгі өлшемдерін және техникалық жағдайлары стандартпен анықталады. Вагондардың қос доңғалақтарының екі түрі шығарылады: Рубр 950 және Рубр 950. Көріп тұрғандарыңызда, яғни жүк вагондарында қолданатын қос доңғалақтың түрі Рубр 950 болса, жолаушы вагондарында қолданатын қос доңғалақтың түрі Рубр 950. Қос доңғалақтарымыздың құрылысына келетін болсақ, яғни негізінен қос доңғалақтар екі негізгі бөліктен тұрады. Екі қос доңғалақтан және біліктен. Жаңа айтып кеткенде қос доңғалақтың екі түрі шығарылады дедім: Рубр 950 және Рубр 950. Рубр 950-ның мағынасына келетін болсақ, ашатын болсақ, Р деп тұрғанымыз, яғни роликті подшипник, яғни қос доңғалақтардың буксасында осы роликті подшипник қолданатын туралы көрсетіледі. Екінші У деп тұрғанымыз, яғни унифицированный дегенді білдіреді. Яғни унифицированный дегеніміз қазақша айтқанда біріктірілген немесе амбибап деп айтуға да болады. Яғни осы роликті подшипник туралы айтып тұр. Осы жүк вагондарының буксасында да, жолаушы вагондарының буксасында да осы роликті подшипник қолданатынын білдіреді. Бір деп тұрғанымыз біліктің мінездемесі. Ш деп тұрғанымыз, яғни осы подшипниктің шеттерін бекіту тәсіліне байланысты, жүк вагондарында гайкамен бекітсе, жолаушы вагондарында, яғни шайбамен бекітеді. 950 деп тұрғанымыз, яғни доңғалағымыздың диаметрі. Келесі сызбамызда доңғалақтың құрылысы көрсетілген, яғни тұтас ұрылған доңғалақ деп атаймыз. Яғни осы тұтас ұрылған доңғалақтың екінші бетінде, яғни ішкі қаңқасы көрсетілген. Яғни доңғалақтың өзі негізінен үш бөліктен тұрады: ободтан, дисктен, ступицадан, дисктен, ободтан. Яғни осы ступицадан ободқа баратын жер диск тәрізде жасалынады. Ол доңғалаққа түскен күшті азайтады және мықтылықты қамтамасыз етеді. Қос доңғалақта сондай-ақ рельстен шығып кетпесі үшін бағыттау жолдары болады. Оны гребен деп атаймыз. Келесі сызбамызда осы гребеннің үлкейтілген түрі көрсетіліп тұр. Бұл жерде яғни стандартпен қос доңғалақтарды шығарған кезде стандартпен қойылатын өзінің өлшемдері болады дедім. Осы гребеннің қалыңдығы 133 мм болса, яғни биіктігі 28 мм болады. Сонымен қатар ободтың қалыңдығы 130 мм. Келесі сызбамызда қос доңғалаққа жіберілетін ішкі ара қашықтық,
Яны бір жерде әр жылдамдыққа байланысты вагондарда өзінің жіберілетін ішкі арақашықтықтары болады. Мысалы, жолаушы вагондарын алатын болсақ, 120 км/сағат жылдамдықтан төмен келе жатқан жолаушылар вагондарында жіберілетін ішкі арақашықтық 1440 плюс-минус 3. Ал егерде 120 км жылдамдықтан жоғары жылдамдықпен келе жатқан жолаушылар вагондарында ішкі жіберілетін арақашықтық 1440 плюс 3 минус 1. Яны бір жерде жіберілетін ішкі арақашықтық, яғни 120-дан төмен жылдамдықпен келе жатқан кезде плюс-минус 3 болса, яғни ішкеде сыртқа да жіберілетін 3 мм жіберіледі дегенді білдіреді. Ал егерде жоғары жылдамдықпен келе жатқан жағдайда ішкі арақашықтық плюс 3 минус 1, яғни сыртқа плюс 3, яғни 43-ке дейін жіберіледі, ішке минус 1, яғни 1439-ға дейін жіберіледі екен. Келесі сызбамызда доңғалақтың бетіне қойылатын, яғни оң жақ сол жағына қойылатын таңбамен белгілер қойылады. Бұл мысал ретінде қарастырсақ, бірінші 99 деген сан, яғни бұл доңғалақтың шыққан жылын көрсетеді. Яғни бұл доңғалақ 99-шы жылы шығарылған дегенді білдіреді. Екінші санымыз 1 деген тұр, яғни 1 деген ол болаттың маркасы, яғни шартты маркасы болады, соны көрсетілген. Одан кейінгі сан, яғни 1252 деген осы ерітіндінің номері. Келесі 5-тік саны, бұл доңғалақты дайындаған заводтың номері. Одан кейінгі санымыз, яғни 1680 деп тұрса, бұл осы доңғалақтың реттік саны деп айтса да болады. Яғни нешінші қос доңғалақ шығарылған саны көрсетіледі. Келесі санымыз, яғни 20 саны көрсетіліп тұр. Бұл мемлекеттік жекеменшік коды дейді. Яғни бұл әр қай мемлекетте осы доңғалақтың шығарылған түрде мәлімет беріледі. Келесі сызбамызда бізде осы қос доңғалақта пайда болатын ақаудың түрлері көрсетілген. Бірінші сызбамызда, яғни қос доңғалақтың айналым бетінде пайда болатын ақаудың түрі, яғни прокат деп аталынады. Бұл қос доңғалақтың, яғни рельспен жанасатын жердегі осындай ойылып қалуы. Келесі ақаудың түрі, яғни гребеннің қалыңдығының өзгеруі. Келесі ақаудың түрі, ол ступицаның орнынан қозғалуы, босалуы. Сонымен қатар келесі ақауымыз ползун. Яғни ползун дегеніміз, яғни ползает деген сөзден шыққан. Бұл ползун ақаудың пайда болу себептерінің бірі, жедел тежеу берген жағдайда немесе дұрыс тежеу бермеудің салдарынан колодка қос доңғалақты қысып қалып, яғни доңғалақ айналмай рельстің бойымен біршама жерге дейін сырылудың салдарынан осы доңғалақтың бетінде ползун деген ақау пайда болады. Мына үлкейген жерде көрсетілгендей, осы ползунның ойықтары өзінің әр жылдамдыққа, яғни вагонның түрлеріне байланысты өзінің жіберілетін тереңдіктері болады, өлшемдері. Оны сіздер вагондар жөндеу технология пәнінен тереңірек өтетін боласыздар. Келесі ақаудың түрі, яғни гребеннің, яғни тігінен желінуі, яғни ұзындығының өзгеруі. Келесі ақаудың түрі, яғни выщербина дейді. Бұл қазақша айтқанда, яғни доңғалақтың бетінде шұңқырлардың пайда болуы, ойықтардың пайда болуы десе де болады. Сонымен қатар тағы бір ақаулардың түрі осы қос доңғалақта кездесетін, яғни жарықтар. Жарықтар, яғни ол қос доңғалақта жарық пайда болған жағдайда ол пайдалануға мүлдем жіберілмейді. Келесі сызбамызда қос доңғалақты өлшейтін құралдар көрсетілген. Бұл өлшейтін құралдар, яғни жаңа айтып кеткен ақаулардың қаншалықты жылдамдыққа байланысты жіберілетін тереңдіктерін, өлшемдерін анықтайды. Мысалы, бірінші құралымыз абсолюттік шаблон деп аталынады. Арнайы шаблон, штихмас, яғни ішкі арақашықтығын өлшейтін. Сонымен қатар штангенциркуль дейді, яғни қос доңғалақтың диаметрін анықтайтын құрал. Келесі сұраққа көшеміз, балдар. Келесі сұрақта қос доңғалақтың білігінің құрылысы, яғни білік, вагонның білігі қос доңғалақтың бір бөлігі болып саналады, оған қос доңғалақтар бекітіледі. Біліктің құрылысы, оның материалы және дайындау технологиясы қатаң стандартпен бақыланады.
Вагонның біліктері мыналар арқылы ажыратылады. Біріншіден, қабылданатын жүкке байланысты, бөлшектердің негізгі өлшемдеріне байланысты, біліктің шетіне моншаның бекіту тәсіліне байланысты ажыратуға болады. Вагонның қостоңғалақтарының білігінің екі түрі қолданылады. Ру-1 және Ру-1Ш. Вагонның білігі әртүрлі диаметрлі бірнеше бөліктерден тұрады. Мінекей көріп тұрсаңыздар, бірінші бөлігі мойынша деп аталынады. Одан кейінгі бастапқы бөлікке дейінгі бөлік, бастапқы бөлік және біліктің ортаңғы бөлігі. Яғни осы бөліктердің әрқайсысы әртүрлі диаметрде дайындалады. Келесі сызбамызда жаңа айтып кеткендей, білігіміздің негізгі бөліктерінің диаметрлерін айтып кетейін. Мойыншаның диаметрі, яғни Ру-1 білігінде де, Ру-1Ш білігінде де мойыншаның диаметрі 130 мм болады. Бастапқы бөлікке дейінгі бөліктікі 165 болады. Бастапқы бөліктікі 194 болады. Біліктің ортаңғы бөлігінікі 172 болады. Енді бұл біліктерде айырмашылығы мойыншаның ұзындығында және екі біліктің толайым ұзындықтарында айырмашылықтар болады. Сол мойыншаның ұзындығына келетін болсақ, Ру-1 білігінде мойыншаның ұзындығы 176 болса, Ру-1Ш-да мойыншаның ұзындығы 190 болады. Енді біліктің толайым ұзындығына келсек, мойыншаның бірінші басынан екінші басына дейінгі арақашықтық толайым біліктің ұзындығы болып есептелінеді. Ру-1 білігінің ұзындығы 2294 болса, Ру-1Ш-де 2216 болады. Келесі сызбамызда, яғни осы біліктерде қостоңғалақтар сияқты бұларда да бірнеше ақаулар болады. Яғни көзге көрінетін, көзге көрінбейтін ақаулар болады. Соларды анықтау үшін осы құрылғы қолданылады, яғни магнитті және ультрадыбыстық диффектоскоптар деп аталынады. Магнитті диффектоскоппен тексеру үшін, яғни бұны құрғақ тексеру деп айтса да болады, біліктің үстіне ұнтақты себу арқылы, осы диффектоскопты себілген ұнтақтың үстімен біліктің үстіне жүргізу арқылы осы бетінде пайда болған сызықтарға сепкен ұнтағымыз тұрып қалу арқылы осы біліктің бетінде пайда болған ақауларды анықтауға болады. Келесі сызбамызда біліктің ішіндегі, яғни көзге көрінбейтін ақауды анықтайтын диффектоскоп, яғни ультрадыбыстық диффектоскоп деп аталынады. Бұл біліктің ішіндегі негізгі бөліктерінде пайда болатын ақауды осы құрылғы арқылы анықтайды. Осы сабағымызды қорытындай келе, жаңа тақырыбымызды бекіту үшін мен балдар өзіндік ойын деген өзіндік ойын арқылы бекіткім келіп тұр. Яғни өзіндік ойында осы өткен тақырыптарымызға байланысты сұрақтар қоямын. Бірінші сұрағымыз: Ру-1Ш 950 қостоңғалағы қандай вагонға қойылады? Екінші сұрағымыз: қостоңғалақ нелерден тұрады? Үшінші сұрағымыз: доңғалақтар нелерден тұрады? Төртінші сұрағымыз: Ру-1 950 қостоңғалағы қандай вагондарға қойылады? Бесінші сұрағымыз: білік неше бөліктен тұрады? Біліктегі көзге көрінбейтін ақауды қандай диффектоскоппен тексереді? Гребень қандай қызмет атқарады және қалыңдығы қанша? Қостоңғалақта пайдалануға қандай ақау жіберілмейді? Сонымен қатар балдар, үйге тапсырманың тағы бір түрі, яғни Вейн диаграммы түрінде осы қостоңғалақтардың айырмашылықтарын, ұқсастықтарын жазуларыңыз керек.
Сол айырмашылықтарын және жаңа өзіндік ойындағы сұрақтарға сіздер осы EduPage бағдарламасы арқылы жауап жазып жіберулеріңіз керек. Осымен балдар, біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.